Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Қазақ тілі сабағында қош келдіңіздер. Дәптерімізді ашып, күннің жадын жазамыз. Сәуірдің 7-сі, бүгінгі өтетін тақырыбымыз қазақтың кәсіби театр өнері. Кітабымызда 105-ші бетті ашамыз. 105-ші бетте тақырып бар: қазақтың кәсіби театр өнері. Бүгінгі тақырыптан білетініміз қазақ театр өнерінің тарихы және Қазақстандағы атақты театрлармен танысатын боламыз. Театр дегенге тоқталып кетейік. Театр дегеніміз не? Театр дегеніміз сахналық өнердің өмір көріністерін драмалық әрекеттер арқылы көрермендердің көз алдында актерлер күшімен, яғни актерлардың күшімен, театр әртістерінің күшімен бейнелейтін бір түрі. Ойын-сауық немесе спектакль. Түрлі сахналық ойын-сауықтар, сонымен қатар жалпы мәдени шаралар өткізілетін орын жайды театр деп атаймыз. Яғни оқушылар, театр дегеніміз белгілі бір драмалық қойылым немесе спектакль қойылатын жерді театр деп айтамыз екен. Драмалық қойылым дегеніміз, мысалы біздің әдебиет сабағында өткеніміздей, Дулат Исабековтің әпке драмасын жатқызуға болады. Мысалы, онында көбінесе диалогтар кездеседі. Сол диалогтар арқылы актерлар бір-бірімен жаңағы кейіпкерлерді сомдап, суреттеп ойнай алады. Бұны театр деп атаймыз, яғни спектакль. Сол спектакль театрда ойнатылады екен. Осы өнерді театр өнері деп атаймыз екен. Қазақ театр өнерінің тарихы. Қазақ театр өнері ежелден келе жатқан салт дәстүрлерімізге негізделген. Үйлену салты, шілдехана тоймен байланысты өтетін ойын-сауықтар, ақындар айтысы, тағы басқа дәстүрлеріміз театр өнерінің алғашқы көріністері болған. Мысалы, оқушылар, ақындар айтысы бұл да бір театр өнерінің бір түріне жатады екен. Яғни ақын айтысып отырып, өзі әртіс те бола алады, күлдіре де алады, тіпті жылата да алады екен. Бұны алғашқы қазақ халқының театр өнері деп есептейді. Кейін халқымыздың талантты өнерпаздары шағын труппалар құрып, яғни труппа дегеніміз шағын топтар құрып, ел аралап, жәрмеңкелерде өнер көрсеткен. Яғни топтар құрып, өнерпаздар өздері жиналып, елдерді аралап, түрлі жәрмеңкелерде өнер көрсетіп, содан бертін келе үлкен театр өнері қалыптасқан екен қазақ ішінде. Ең алғаш 1917 жылы маусым айында Ойқұдық жайлауында, қазіргі Абай ауданы, Мұхтар Әуезовтің Еңлік кебек деген трагедиясы алғаш рет қазақ тарихында сахналанып қойылған. Оған осы автордың өзі, Мұхтар Әуезовтің өзі жетекшілік еткен екен. Мынау театрлық көріністерден суреттер. Мынау Еңлік кебектің мазары, және де сол Еңлік кебек пьесасының қойылым сәтінен. Қазақ драма театрының алғашқы тобы екен. 1934 жылы түсірілген фотосурет. Ең алғаш қазақ театрының құрылуындағы ең алғаш әртістер, өнерпаздар екен. Абай атындағы мемлекеттік қазақ музыкалық драма театры, бұл яғни Қазақстандағы театрлар, және де Күләш Байсейітова атындағы ұлттық опера және балет театры. Жақсы оқушылар, театрлармен таныстық. Енді осы кітабымызды ашып, 106-ші беттегі Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ академиялық драма театры деген мәтінді оқимыз. Осы мәтінді оқып, және де 107-ші беттегі 6-шы тапсырманы орындаймыз. Яғни 6-шы тапсырмада былай дейді: берілген мәтін негізде диалог құрыңдар дейді. Осы мәтінді оқып, шағын диалог құрып дәптерімізге жазамыз. Яғни диалог деген екі адамның сөйлесуі. Соны дәптерімізге жазып, суретке түсіріп жібереміз. Осы мәтіннің ішінен сөйлемдерден бірыңғай мүшелерді табамыз.
бірыңғай мүшелер қатысқан сөйлемдерді табамыз. Бірыңғай мүшені білеміз ғой, яғни бірыңғай зат есімнен немесе бірыңғай сын есімнен үтір арқылы келген сөздері бар сөйлемдерді бірыңғай мүшесі бар сөйлемдер деп атаймыз. Мысалы, мына мәтінде бар. Былай дейді: алғашқы құрылған жылдары театр құрамында көркемөнерпаздық пен халық шығармашылығының танымал шеберлері Иса Байзақов, Қашаубаев, Қожамқұл, Өмірзақов, Шанин, Қуанышбаев, Жандарбеков, Бадыров, Мұңайтпасов тағы басқалар ойнады дейді. Осы сөйлемде адамдардың фамилиясынан кейін үтір қойылыпты. Яғни адамдардың аты жөндері бұл жерде бірыңғай мүше қызметін атқарады. Міне, оқушылар осылай үтір арқылы келген сөздер, яғни ол сөздер бір сөз табынан болу керек, зат есімнен немесе сын есімнен немесе етістіктен немесе сан есімнен болса, олар бірыңғай мүше болып табылады. Міне осындай бірыңғай мүшесі бар сөйлемдерді теріп жазамыз. Және сол сөйлемдерді сұраулы сөйлемге айналдырамыз. Сұрақ қоятын сөйлемге айналдырып жазамыз. Міне оқушылар осы 3 тапсырманы орындап, дәптерімізге орындап, суретке түсіріп, маған жеке өзіме жібереміз. Жақсы оқушылар, осы тапсырманы орындап, келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.